Қарлығаш пен Дәуіт ертегісі. Бір қарлығаш шардың қуысына ұя салып өмір сүріпті. Қанаты қатпаған балапандары анасы азық әкелуге кеткенде шыдамсыздана күтумен болады екен. Бір күні балапандарды жемекке қарлығаштың ұясына жауыз жылан өрмелеп шығып бара жатады. Мұны көрген қарлығаш аспан мен жерді шарлап шыр-шыр етіп балапандарына ара-шашы іздейді. Биіктен көмек сұрай барса, бүркіт қонаққа шақырып еді. Соған барғалы жатырмын, уақытым жоқ дейді көкек. Одан шығып қарғаға барса, үйленгелі жатқанымда мазамды алма дейді. Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап ұшып келе жатады. Бір кезде Дәуітті көреді. Дәуіт қарлығаштың шыр-шыр еткен даусын естіп, «Достым, неге зарлайсың?» деп сұрайды. Қарлығаш сонда: «Жауыз жылан балапандарымды жыртпақшы болып, ұяма өрмелеп жетіп қалды. Оған не істерімді білмеймін» деп қарлығаш көзінің жасын төгіп жібереді. «Олай болса мені тезірек жеткіз» дейді Дәуіт. Қарлығаш қанатын тосады. Дәуіт жотасына шығып алады. Көзді асып жұмғанша ұясына жетеді. Жылан ұяға тақап қалған екен. Дәуіт пен қарлығаш енді бір сәт кешіксе балапандарды қылғып-сап жұмсақ ұяда масайрап ұйықтамақшы екен. Дәуіт аяғымен шапа тырнап жыланның екі көзін ағызып жібереді. Жауыз жылан сылық етіп жерге құлап түседі де мерт болады. Дәуіттің ерлігіне сүйсінген қарлығаш онымен айнымас дос болыпты. Содан бері талай заман өтсе де екеуі бір ұяда тұрып, бірге өмір сүреді екен.